Қайырлы күн баршаңызға. Өте дәмді, атақты фунчуза салатын менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен етін дайындап аламыз. Ол үшін майсыз еттерімізді жұқалап турап, ұзынша етіп біркелкетіп тураймыз. Яғни соломка етіп барлығын турап аламыз. Турап етімізді жақсылап жуып алғаннан кейін осы қоспаларды қосып қуыратын боламыз. Табамызға сұйық май құйып, май қатты қызбай тұрғанда етімізді салып, үстіне бір бас пиязымызды ұсақтап тураймыз. Жақсылап араластырып, 2-3 бас сарымсақтарымызды майдалап турап, үстіне қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, өз қалауларыңызша дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Мен лавровый лист, қара бұрыш және тұз қосып осылай қуырып жатырмын. Баяу отта жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Ешқандай су құймаймыз, еттің өзінің суы шығып, осылай 30-40 минутта етіміз жүп-жұмсақ болып шығады. Ет пісем дегенше біз келесі ингредиенттерін дайындаймыз. Яғни көкөністерін турап, тәтті бұрыштарды, тәтті болгар бұрыштарын осылай жақсылап жуып, ұзынша соломка етіп, барлығын біркелкетіп турап аламыз. 3 бас болгар бұрышы болса жетеді. Барлығын әдемілеп турап, келесі кезекте қиярларымызды тураймыз. Сыртын жақсылап жуып, осылай үккіштен ұзынша етіп өткізіп аламыз. Қиярдың іші керек емес, тек қана сыртын осылай өткіземіз. Қызанақтарымызды да міндетті түрде сыртын жақсылап жуып алыңыздар. Және ішіндегі сулары бізге керек емес, ішін алып тастап, сыртын соломка етіп турап аламыз. Барлық туралып болған көкөністерімізді үлкен ыдысымызға саламыз. Және бір үлкен сәбізімізді үккіштен өткізіп, ұзынша етіп турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін осы фунчузаға арналған қоспамызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында фунчузаның лапшасын дайындаймыз. Лапшасына қайнап тұрған су құйып, 10 минут ыстық суда ұстаймыз. 10 минуттан кейін салқын суға салып, сүзіп алатын боламыз. 10 минуттан артық тұрмасын, лапшасы езіліп кетеді. Суын сүзіп алғаннан кейін дәміне қарай тұз салып, алдын ала дайындап қойған қоспаларының барлығын қосатын боламыз. Осылай көкөністерін қосып, үстіне пісіп, дайын тұрған етімізді сәл суытып, үстіне қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен фунчуза салатымыз осылай дайын болды. Дайын болған салатты тарелкаға салып, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің салатым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.